Жақсы, адвокат Бөлембаев, сізге рұқсат Әскентайға қатысты сараптама қорытындысын жариялауға. 38-ші том. Қазақша нұсқасын бола ма, аудармасын, менде орысша нұсқасы? Құрметті жарияламай тұрған кезде өтініш ет. Қазір үзіліс кезінде белгілі болғандай сот залында жәбірленушілер тарапынан алып келген 2 куә отыр дейді. Солар іс кезінде жауап берілмеген, оларды сот залында отыруы негізсіз деп санаймыз. Сіздердің жәбірленуші өкілдер куәларыңыз бар ма алып келген? Егер сот отырысына қатысып отырса, бұл барлықтарыңызға қатысты, содан кейін олар жауап алудан сот бас тартады. Түсінікті ғой? Сот ашық, сот отырысы болып жатқандықтан қатысуға құқықтары бар, қарауға. Беріңізші, 38-ші том, 16-ші парақта. Бола ма? Рұқсат. Зерттелетін номер 1, номер 2, номер 3 объектілер жүзеге асыратын іс-әрекеттерді анықтау. Кешіріңіз, сараптама қорытындысының атауын, нөмірін және күнін атап өтсеңіз. Сарапшының қорытындысы 20 желтоқсан 2024 жыл. Сот фототехникалық сараптама. Қорытынды бөлімі 5-ші бөлім. Нөмірін айтсаңыз. 21-947. Іс беті 38-ші том, 16-ші бет. Жалғастыра беріңіз. Рахмет. Зерттелетін номер 1, 2, 3 объектілер жүзеге асыратын іс-әрекеттерді анықтау және нақтылау жөніндегі мәселелер шешуге бағытталған бейне жазбаларды зерттеу. Сарапшы Махметов жүзеге асырды. Әскентайдың іс-әрекетін анықтауға бағытталған зерттеу. Тергеуші қаулыдан камера 1, касса, камера 2 атаулары бар бейне жазбаларда қара түсті көкірекше киген, қара көк түсті көкірекше киген, Kia деген жазуы бар, бас киімі бар, номер 1 объект ретінде шартты түрде бөлген. Дүкеннің жалпы түрі камера 3 көше 03-10-2024 жылы сағат 23:42-ден 04 қазан 2024 жылы сағат 00:59-ға дейінгі уақыт аралығында және ұзақтығы 35 секунд болатын iPhone 14 Pro Max маркалы ұялы телефонына түсірілген бейне жазбада берілген. 23 сағат 43 минут 13 секундтағы бейне жазбай таймерінің көрсеткіші бойынша номер 1 объект Әскентай тоңазытқыштардың біріне келіп, одан 2 бөтелкені ашады. Есептегішке жақындайды және сатушының алдына есептегіш астындағы сөреге қояды. Кейін тоңазытқышқа оралды есікті жабады, содан кейін сатушымен бірге есептегішке қайта келеді. Белгілі бір уақыттан кейін ол қалтасынан қара түсті тік бұрышсыз затты алады. Ұялы телефон болуы мүмкін. Саусақтармен басу арқылы кейбір әрекеттерді орындайды. Бұл әрекеттер бірнеше рет орындалады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіші бойынша 23 сағат 46 минут 30 секундта номер 1 объект Әскентай сатушының алдына 2 бөтелке қояды. Белгілі бір уақыттан кейін қалтасынан затты алып, оны қайтадан қалтасына салады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 47 минут 40 секундта номер 1 объект Әскентай есептегіштің артында тұрған кассирге қара түсті тікбұрышсыз затты болжам бойынша ұялы телефон көрсетеді. Белгілі бір уақыттан кейін кассир қолына қара түсті тікбұрышсыз затты алады. Оның номер 1 объект оған береді, мүмкін ұялы телефон. Содан кейін белгілі бір уақыттан кейін кассир бұл затты номер 1 нысанға қайтарады. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 объект Әскентай есептегіштің артына тұрған кассирге тағы да қара түсті тікбұрышсыз затты, мүмкін ұялы телефон көрсетеді. Кейін номер 1 объект затты қалтасын салып, есептегіштен шығып, оң жаққа жіберіледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 49 минут 05 секундта номер 1 объект Әскентай
тоңазытқыштардың біріне келіп, одан бір бөтелкені қайтадан ашып, жақындап, сатушының алдына үстелге қояды. Белгілі бір уақыттан кейін ол қалтасынан қағазды алады, мүмкін ақша. Сатушының алдындағы есептегішке қояды. Сатушы оны алып, есептегіштің астынан басқа қағаз бен тиын алады, оларды есептегішке қояды. Содан кейін басқа заттарды алып, оларды есептегішке қояды. Белгілі бір уақытта ол тікбұрышты қара затты ұялы телефон болуы мүмкін. Сол құлағына басады, біраз уақыт, содан кейін қолын түсіреді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіші бойынша 23 сағат 50 минут 46 секундта номер 1 объект Әскентай заттарды қалтасына салып, бөтелкелері бар пакетті алып, сол қолын сатушыға қарай созады. Әрі қарай номер 1 объект сол жаққа қарай жылжиды, қозғалады және камера объективіне түспейді. Бұл ретте зерттелетін сюжеттің үзіндісін жарлық сұрағымен бөлінген 00 секундтағы бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша жазу аяқталады. Сонымен қатар белгілі бір уақыт аралығында кеңістіктің бекітілген бөлігінде осы бөлмеде орналасқан басқа адамдар түсіріледі. 24:10:04 атауымен зерттелетін бейне жазбаның сюжетін бекітудің басында бейне жазба таймерінің көрсеткіші 00 секундтан 00:59 минут 59 секундтан басталады. Қаулы мәселесіне сәйкес бөлінген уақыт кезеңі кадрларда ішінде тоңазытқыштар, сөрелер, есептегіштер, болжам бойынша касса орналасқан үй-жай бекітіледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 18 секундта номер 1 объект Әскентай үй-жайға дүкенге кіреді. Оның артында сатушы орналасқан стөлге келеді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 25 секундта номер 1 объект қолында қара түсті тікбұрыш затты, болжам бойынша телефон, ұстап оны есептегіштің артында тұрған кассирге береді. Содан кейін ол ашылып шығуға қарай бағытталады, дүкеннен шығады және одан әрі камера объективінің айналу аймағына кірмейді. Белгілі бір уақыттан кейін бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 11 минут 47 секундта номер 1 объект қайтадан үй-жайға кіріп, кассаға қарай бағытталады. Кассир номер 1 объект оған бұрын берген және оны номер 1 объектіге беретін ұялы телефонды алады. Номер 1 нысан ұялы телефонды алып қайтадан үйден шығады. Әрі қарай белгілі бір уақыт аралығында кіріп шығатын және осы бөлмеде болатын басқа адамдар түсіріледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 46 минут 39 секундта номер 1 объект қайтадан үй-жайға кіріп, кассаға қарай бағытталады, оң қолымен алдыңғы бөліктің алдыңғы бетінің оң жағын сүртеді. Кейін номер 1 объект сол жаққа қарай жылжиды, ол бөлмеге кірді және оның денесінің бір бөлігі камера объектінің шеңберіне енбейді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 05 секундта номер 1 объект қайтадан оң жаққа жылжиды, кассирге ұялы телефонды көрсетеді, қолымен қимылдайды. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 34 секундта номер 1 объект сол жаққа бағытталады және үй-жайдан шығады. Әрі қарай номер 1 объект камера объективіне кірмейді. Бұл ретте қарар сұрағымен ерекшелетін зерттелетін сюжет үзіндісінің жазбасы аяқталды. Сонымен қатар белгілі бір уақыт аралығында кеңістіктің бекітілген бөлігінде осы бөлмеде орналасқан басқа адамдар түсіріледі. Касса 3 видео деген жазу бар ұсынылған дискіде 24:10:04 деген атаумен бір бейне файл бар. Оның жалпы ұзақтығы 28 минут 57 секундты құрайды. Онда сюжет суреттерді ойнатудың түрлі түсті режимде бекітіледі. Зерттеліп жатқан 24:10:04:30:100 бейне жазбасының сюжетін түсірдің басында бейне жазба таймерінің көрсеткіші 00 сағат 01:02 секундтан басталып, 00 сағат 29 минут 59 секунд аяқталады. Кадрларда тоңазытқыштар, сөрелер және есептегіштер, мүмкін касса орналасқан бөлме бекітіледі. 1-2 Әскентайдың камера 2 дүкеннің жалпы түрі атаулары бар бейне жазбаларда сағат 23:42-ден бастап уақыт сегментінде іс-әрекетін белгілеуге бағытталған зерттеу сағат 00 сағат 59 минутқа бекітілген. 24:10:03-23:00 атауымен зерттелетін бейне жазбаның сюжетін бекітудің басында бейне жазба таймерінің көрсеткіші 23 сағат 00 секундтан басталады. 23 сағат 42 минут 29 секундта Әскентай қаулыда номер 1 объект шартты ретінде шартты түрде бөлген. Оның басында қара көк түсті көкірекше киген, қара түсті кия деген жазу бар, бас киімі бар. Қара түсті күртешенің жидесінің астында түсті трико қара түсті бөлмеге кіріп, тоңазытқыштар бойымен бөлменің ішкі жағына жіберіледі. Содан кейін ол қайтадан кассаға оралады, тоңазытқыштарға қарайды. 23
сағат 43 минут 12 секундта бейне жазба таймердің көрсеткіші бойынша номер 1 объект әскентай тоңазытқыштардың біріне келіп, оны ашады, одан 2 бөтелке шығарады, үстелге жақындайды және сатушының алдына сөренің астына сөреге қояды. Кейін тоңазытқышқа оралып есікті жабады, содан кейін сатушымен бірге есептегішке қайта келеді. Белгілі бір уақыттан кейін ол қалтасынан қара түсті тікбұрыш затты алады, ұялы телефон болуы мүмкін. Саусақтарымен басу арқылы кейбір әрекеттерді орындайды. Бұл әрекеттер бірнеше рет орындалады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 46 минут 29 секундта номер 1 объект әскентай сатушының алдына 2 бөтелке қояды. Белгілі бір уақыттан кейін қалтасынан затты алып, оны қайтадан қалтасына салады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 47 минут 40 секундта номер 1 объект әскентай есептегіштің артында тұрған кассирге қара түсті тікбұрыш затты, болжам бойынша телефон көрсетеді. Белгілі бір уақыттан кейін кассир қара түсті тікбұрыш затты алады, оны номер объектке оған береді. Ұялы телефон болуы мүмкін. Белгілі бір уақыттан кейін кассир бұл затты номер 1 нысанға қайтарады. Содан кейін белгілі бір уақыттан кейін номер 1 объект әскентай есептегіштің артында тұрған кассирге тағы да қара түсті тікбұрыш затты көрсетеді. Кейін номер 1 объект затты қалтасына салып, есептегіштен шығып, оң жаққа жіберіледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіші бойынша 23 сағат 49 минут 07 секундта номер 1 объект әскентай тоңазытқыштардың біріне жақындап, тағы бір бөтелкені ашып, одан шығарады, жақындап сатушының алдына сөреге қояды. Белгілі бір уақыттан кейін ол қалтасынан қағазды, мүмкін ақшаны алып, сатушының алдына есептегішке қояды. Сатушы оны алып, есептегіштің астынан басқа қағаз бен тиынды алып, есептегішке қояды. Содан кейін басқа заттарды алып, оларды да есептегішке қояды. Белгілі бір сәтте номер 1 объект сол жақ құлаққа тікбұрышты қара затты, ұялы телефон болуы мүмкін, басады, содан кейін қолын түсіреді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 50 минут 45 секундта номер 1 объект әскентай заттарды қалтасына салып, бөтелкелер бар пакетті алып, сол қолын сатушыға қарай созады. Кейін номер 1 объект есіктің бүйірін жылжытады және бөлмеден шығады, содан кейін камера объективіне түспейді. Бұл ретте зерттелетін сюжеттің үзіндісін жарлық сұрағымен бөлінген 00 секундтағы бейне жазба таймерінің көрсеткіші бойынша жазу аяқталды. Сонымен қатар белгілі бір уақыт аралығында кеңістіктің бекітілген бөлігінде осы бөлмеде орналасқан басқа адамдар түсіріледі. 102R24100400 атауы бар зерттелетін бейне жазбаның сюжетін бекітудің басында бейне жазба таймерінің көрсеткіші 00 секундтан 00 сағат 59 минут 59 секундтан басталады. Кадрлар ішінде тоңазытқыштар мен есептегіштер орналасқан үй-жай тіркеледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 17 секундта номер 1 объект әскентай үй-жайға, яғни дүкенге кіреді, оның артында сатушы орналасқан үстелге келеді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 25 секундта номер 1 объект қолында қара түсті тікбұрыш затты, болжам бойынша ұялы телефон ұстап, оны есептегіштің артында тұрған кассирге береді. Содан кейін ол ашылып шуға қарай бағытталады, үй-жайдан шығады және одан әрі камера объективінің айналу аймағына кірмейді. Белгілі бір уақыттан кейін бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 11 минут 46 секундта номер 1 объект қайтадан үй-жайға кіріп, кассаға қарай бағытталады. Кассир номер 1 объект оған бұрын берген және оны номер 1 объектіге беретін ұялы телефонды алады. Номер 1 нысан ұялы телефонды алып, қайтадан үйден шығады. Әрі қарай белгілі бір уақыт аралығында кіріп шығатын және осы бөлмеде болатын басқа адамдар түсіріледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 46 минут 38 секундта номер 1 объект қайтадан үй-жайға кіріп, кассаға қарай бағытталады, оң қолмен бетінің алдыңғы бөліктің оң жағын сүртеді. Кейін номер 1 объект жағына қарай жылжиды, қайтадан бөлмеге кіреді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіші бойынша 00 сағат 47 минут 05 секундта номер 1 объект қайтадан кассаға қарай жылжиды, кассирге ұялы телефон көрсетеді, қолымен қимылдайды. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 38 секундта номер 1 объект есікке қарай бағытталады және үй-жайдан шығады. Әрі қарай номер 1 объект камера объективіне кірмейді. Бұл ретте қаулы сұрағымен ерекшеленетін зерттелетін сюжет үзіндісінің жобасы аяқталды. Сонымен қатар белгілі бір уақыт аралығында кеңістіктің бекітілген бөлігінде осы бөлмеде орналасқан басқа адамдар түсіріледі. Үшінші бейне дүкеннің жалпы көрінісі деген жазу бар ұсынылған дискіде 102R24100401
3.0 деп аталатын бір бейне файл бар. Оның жалпы ұзақтығы 30 секундтық құрайды. Онда суреттерде түрлі түсті ойнату режимде сюжет бекітіледі. Так, бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша қалу мәселесіне сәйкес бөлінген уақыт кезеңі. 23 сағат 42 минут 23 секундта Әскентай тергеуші қаулыда номер объект ретінде шартты түрде бөлген. Оның басында қара көк түсті жейдемен, қара түсті жейдемен, трюко қара түсті жейдемен киінген, қара түсті кия деген жазу бар, бас киім бар. Экранның төменгі жағына бекітіледі, ол оң жаққа бағытталады, ашылады, есік бөлмеге кіреді, содан кейін бейне камера шеңбердің объективіне кірмейді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 23 сағат 50 минут 58 секундта номер 1 объект Әскентай есікті ашады, үй жайдан көшеге шығады. Әрі қарай ол жол төсемінің жүріс бөлігіне қарай бағытталады және оның бойымен камера объективінің шеңберінен жасырынып оң жаққа кетеді. Әрі қарай және осы зерттелетін бейне жазба аяқталғанға дейін номер 1 объект бейне камераның айналма аймағына түспейді. 23 сағат 59 минут 59 секундта бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша зерттелетін сюжеттің үзіндісін жазу аяқталды. 1.03R 24.10.04.00 атауымен зерттелетін бейне жазбаның сюжетін бекітудің басында бейне жазба таймерінің көрсеткіші 00 секундтан 00 сағат 59 минут 59 секундқа дейін басталады. Қаулы мәселесіне сәйкес бөлінген уақыт кезеңі. Кадрларда көшенің ғимараттың жүру бөлігі және ғимараттарға кіру тобы тіркеледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 06 минут 59 секундта номер 1 объект бейне камераның айналма аймағына түседі. Әскентай ол жүріс бөлігін жол төсемінің бойымен қозғалады және бекіту камерасына қарай бағытталады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 15 секундта номер 1 объект Әскентай есікті ашып үй жайға дүкенге кіреді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 07 минут 35 секундта номер 1 объект Әскентай есікті ашып үй жайдан шығады, бұрылады және бейне камера объективінің айналу аймағына түспей сол жаққа кетеді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 09 минут 30 секундта номер 1 объект Әскентай монитор экранның төменгі оң жағына бекітіледі. Ол дүкен есігіне жақындайды. Сол қолын есікке қарай созады, белгілі бір уақыт тұрады. Содан кейін ол қайтадан төменгі оң жаққа жылжиды және одан әрі бейне камера объективінің айналу аймағына енбейді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 11 минут 41 секундта номер 1 объект Әскентай дүкеннің есігіне жақындаған монитор экранның төменгі оң жағына тағы да бекітіледі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 11 минут 47 секундта номер 1 нысан Әскентай есікті сол қолмен ұстап тұрып бөлменің дүкеннің ашық есігіне кіреді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 12 минут 05 секундта номер 1 объект Әскентай есікті ашып бөлмеден шығады. Сол қолмен құлаққа тік бұрышты қара затты болжам бойынша ұялы телефон оң қолмен басып есікті жабады. Әрі қарай ол бейне камера объективінің шеңберіне түспей экранның төменгі жағына ауысады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 12 минут 36 секундта номер 1 объект тіркеледі. Яғни Әскентай ол жартылай бүгілген күйді жылдам қадаммен бейне камера шеңберінің төменгі бөлігінен автокөлік тұрған ортаңғы бөлікке ауыстырылады. Әрі қарай номер 1 нысан дененің жоғары бөлігін төмен қарай еңкейтеді. Белгілі бір уақыттан кейін ол қайтадан түзетіледі. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 12 минут 54 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай дененің жоғарғы бөлігін қайтадан еңкейтеді. Әрі қарай ұялы телефонды сол қолыңызда ұстап, алдымен оң қолымен саусағын басады, сол қолынан кейін телефонды бірнеше рет басып сырғытады. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 13 минут 20 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай сол қолмен ұялы телефонды сол құлағына басып, оң қолын бетке көтереді. Содан кейін оны төмен сырғытады. Кейін сол қолын түсіріп, оң қолын қайтадан бетке көтеріп, сүртуге ұқсас әрекеттерді жасайды және оң қолын қайтадан төмен қарай сырғытады. Содан кейін ол сәл көтеріліп, денелерін қайтадан төмен түсіреді. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 13 минут 39 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай қайтадан сол қолымен ұялы телефонды сол құлағына басып, жартылай бүгілген күйде дүкенге кіреберіске қарай жылжиды. Кейін ол қайтадан бейне камераның айналу аймағының төменгі бөлігіне ауысады. Белгілі бір уақытқа номер 1 объекттің әрекеттері оның бейне камераның айналу аймағында болмауына байланысты көрінбейді.
Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 13 минут 51 секундта номер 1 объект тіркеледі. Әскентай ол жартылай бүгілген күйде сол қолында қара полиэтилен пакет пен ұялы телефон ұстайды, дүкеннің алдында тұрған автокөлікке қарай қайтадан жылжиды. Әрі қарай номер 1 объект күштірек бүгіледі, дүкен сатушысы қолында су бөтелкесін ұстап, оң қолына бірнеше рет су құйып, номер 1 объект өз кезегінде бетін сүрдеді. Бұл жағдайда оның оң қолының әрекеті көрінбейді. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 14 минут 16 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай түзетіледі, қайтадан сол қолымен ұялы телефон сол қолына басып, автожолға қарай бағытталады. Оң жаққа ығысады және одан әрі бейне камера объекттің айналма аймағына түспейді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 21 минут 13 секундта номер 1 нысан тіркеледі. Әскентай ол жол төсем бойымен камера объективіне қарай жылжып бетін сүртеді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 21 минут 27 секундта номер 1 объект Әскентай камера объективіне қарай жылжи отырып, монитор экранын төменгі сол жақ бөлігіне ығысады және камера объективінің шеңбер өрісінен жасырылады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 23 минут 26 секундта монитор экранының сол жағында камера объективінің номер 1 объект бекітіледі. Әскентай ол жол төсемінің жанында тұрады, ал дененің артқы бөлігі ғана камера объективіне белгі бір уақытта түседі. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 23 минут 46 секундта номер 1 объект Әскентай монитор экранының сол жағында тұрған жол төсемі бойымен оң жаққа қарай жылжи бастайды. Оның оң қолында бөтелке бар, ал сол қолы сол құлақтың жанында. Оң қолдың шынтақ бөлігі бетті сүртеді. Әрі қарай ол жол төсемі бойымен бір бағытта немесе екінші бағытта қозғалады. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 24 минут 40 секундта номер 1 объект ретінде белгіленеді. Әскентай сол қолында ұялы телефонды ұстап, сол құлағына, ал оң қолында бөтелкені ұстап, оң жаққа ығысады және одан әрі бейне камера объективінің айналу аймағына кірмейді. Таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 25 минут 44 секундта номер 1 объект ретінде бекітіледі. Әскентай сол қолында ұялы телефон мен бөтелкені ұстап, сол құлағына басып, жол төсемі бойымен сол жаққа және 00 сағат 25 минут 52 секундқа бағытталады, бейне камера шеңберінен жасырылады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 31 минут 50 секундта монитор экранының сол жағында номер 1 объект ретінде белгіленеді. Әскентай жол төсемі бойымен оң жаққа жылжиды және бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 31 минут 57 бейне камераның айналма аймағынан жасырылады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 37 минут 37 секундта монитор экранның оң жағында автокөлік құралы бекітіледі. Ол дүкеннің алдына кіріп тоқтайды. Артқы оң есіктен номер 1 объект шығады. Әскентай ол алдымен автомобиль алдыңғы бөлігіне жіберіледі, одан шыққан және одан әрі камера объективіне белгі бір уақыт түспейді. Содан кейін ол камера объективіне және дүкеннің кіру тобына бағытталады. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 38 минут 00 секундта номер 1 объект Әскентай дүкенге кіре берісте төменгі оң жаққа қарай жылжиды және бейне камераның айналма аймағына кірмейді. Бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 38 минут 38 секундта номер 1 объект бекітіледі. Әскентай ол төменгі оң жақтан бейне камера шеңберінің сол жақ төменгі бөлігіне ауысады, алдымен бетін сол қолымен сүртеді, белгілі бір уақыттан кейін бетін оң қолымен сүртеді, ал екінші қолында бөтелке ұстайды. Осыдан кейін ол өз келген автокөлік құралына қарай бет алады, содан кейін дүкенге қарай бұрылып, жест ишара жасайды. Белгілі бір уақыттан кейін ол дүкеннің кіреберісіне қайта оралады. Номер 1 нысан дүкеннің алдыңғы жоғарғы оң жақ ауысатын басқа адаммен қоршалған. Номер 1 объект белгілі бір уақыттан кейін бөтелкені бетіне алып ішіндегісін ішеді. Бұдан әрі бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 39 минут 15 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай қасында тұрған басқа адамдардың артына жіберіледі. Әрі қарай номер 1 нысан артқы жағына камера объективіне қарайды. Басқа адамдардың ортасында ол қолмен қимылдайды, содан кейін ол бетін бірнеше рет сүртеді. Белгілі бір уақыттан кейін бейне жазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 41 минут 35 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Тіркелген Әскентай алдымен камера объективіне қарай, содан кейін ол келген көлікке қарай жылжи бастайды. Көліктің жүргізуші есігіне жақындап, ер адам отырған есікті ашады.
Содан кейін ол сол қолын созады, оған бөтелке беріледі, мүмкін сумен. Содан кейін номер 1 объект қолында болған бөтелкені көліктің төбесіне қояды. Ал өзі оң жаққа жылжып, көліктен алған су бөтелкесін ашады. Әрі қарай номер 1 объект еңкейеді және оның әрекеттері көрінбейді. Себебі алдың қатарда басқа көлік бар. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 нысан түзетіліп, қайтадан еңкейеді. Содан кейін ол қайтадан түзеліп, бетін сүртеді, қолын төмен қарай шайқайды. Тұрған адаммен сөйлеседі, жест ишара жасайды. Ал ары қарай белгілі бір уақыттан кейін номер 1 объект келген көлікке қарай жылжиды, су бөтелкесін жауып басқа адаммен бірге тұрады. Кейін номер 1 нысан қайтадан оң жаққа қарай жылжиды, бөтелкені ашады, артқы жағына айналады, камера объективіне еңкейіп бетін сүртеді. Белгілі бір уақыттан кейін ол қайтадан түзеліп, камера объективіне дүкеннің кіреберісіне қарай бағытталады. Белгілі бір уақыт номер 1 объекттің алдында басқа адам тұр, номер 1 объекттің әрекеті көрінбейді. Әрі қарай номер 1 нысан басқа адамдардың қасында тұрып су ішеді. Белгілі бір уақыттан кейін бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 44 минут 33 секундта номер 1 объектіне тіркелген әскентай машинаның төбесіне су бөтелкесін қояды. Содан кейін ол қайтадан қолына су бөтелкесін алып, қолына құйып бетін сүрте бастайды. Белгілі бір уақыттан кейін бейнежазу таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 44 минут 49 секундта номер 1 объект ретінде тіркелген әскентай дүкенге кіреберіске қарай бет алады, басқа адамдарға жақындап жест ишара жасай бастайды. Содан кейін ол қайтадан бұрылып бетін сүртеді, әрі қарай номер 1 нысан камера объективіне бұрылып, қайтадан жақын тұрған адамдарға жақындайды, кассирдің жанында тұрып жест ишара жасайды. Бұдан әрі таймер көрсеткіштері бойынша бейнежазбалар 00 сағат 45 минут 56 секундта номер 1 объект ретінде тіркелген әскентай ұялы телефонды қолына ұстап, экранды бірнеше рет сырғытады. Әрі қарай номер 1 нысан кассирге барып, дүкенге кіреді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 39 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген әскентай дүкеннің есігін ашып, көшеге шығады. Номер 1 нысан кіреберісте тұрған жігіттердің біріне жақындап, бөтелкені ашып, су ішеді, сонымен қатар бір нәрсені немесе біреуді көрсетіп, жест ишара жасайды. Әрі қарай номер 1 объект оң жаққа жол төсем бойымен жылжиды, қолында ұстаған бөтелкені оң жаққа лақтырады. Әрі қарай номер 1 нысан дүкеннің алдында тұрған адамдарға оралып, ұялы телефонды алып, мониторға қарап сырғыта бастайды. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 нысан қайтадан ашылып, өзі келген көлікке қарайды. Жүргізушіге жақындап ұялы телефонды көрсетеді. Содан кейін ол көліктің төбесінде қалдырған бөтелкені қолына алып, бірнеше қадам артқа шегініп, ішіндегісін ішеді. Содан кейін ол қайтадан көлікке жақындап, қолында ұстаған бөтелкені машинаның төбесіне қояды. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 нысан қайтадан қозғала бастайды және сол жаққа қарай жылжиды. Содан кейін камера объективіне түспейді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 50 минут 58 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген әскентай өзі келген көлікке қарай жылжиды. Жүргізушінің ашық есігіне жақындап, еңкейіп бірдеңе жасайды, содан кейін көліктің есігін жауып, қайтадан сол жаққа қарай жылжиды. Және одан әрі бейнекамераның айналасына түспейді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 51 минут 14 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген әскентай дүкенге кіре алдында тұрған адамдарға жіберіледі. Номер 1 нысан ұялы телефонды сол қолмен қайтадан шығарып, оң қолмен қимылдайды. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 51 минут 50 секундта номер 1 нысан әскентай бұрылып, өзі келген көлік тұрған автожолға қарай бағытталады. Әрі қарай ол көліктің төбесінде тұрған бөтелкені алады, оны қолына алып іше бастайды. Содан кейін оны қайтадан көліктің төбесіне қояды. Камера объективіне бұрылады, адамдардан қашықта тұрады. Белгілі бір уақыттан кейін дүкеннің алдында тұрған адамдарға қайта жақындайды. Ол ұялы телефонды шығарады, белгілі бір уақыт тұрады, содан кейін қайтадан қайтып көлікке бет алады. Жүргізуші есігін ашып, көлікке отырады. Белгілі бір уақыт машинада ашық есікпен отырады, мүмкін бейнекамераның қамту аймағына кірмейтін кейбір әрекеттерді жасайды. Бұдан әрі таймер көрсеткіштері бойынша бейнежазбалар 00 сағат 45 минут 56 секундта номер 1 объект ретінде тіркелген әскентай ұялы телефонды қолына ұстап, экранды бірнеше рет сырғытады. Әрі қарай номер 1 нысан кассирге барып, дүкенге кіреді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 39 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген әскентай дүкеннің есігін ашып, көшеге шығады. Номер 1 нысан кіреберісте тұрған жігіттердің біріне жақындап, бөтелкені ашып, су ішеді, сонымен қатар бір нәрсені немесе біреуді көрсетіп, жест ишара жасайды. Әрі қарай номер 1 объект оң жаққа жол төсем бойымен жылжиды, қолында ұстаған бөтелкені оң жаққа лақтырады.
Әрі қарай номер 1 нысан дүкен алдында тұрған адамдар оралып, ұялы телефонды алып, мониторға қарап сырғыта бастайды. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 нысан қайтадан ашылып өзі келген көлікке қарайды. Бет қайталанып тұр екен. Бұдан әрі таймер көрсеткіштері бойынша бейне жазбалар 00 сағат 45 минут 56 секундта номер 1 объект ретінде тіркеледі. Әскентай ұялы телефонды қолына ұстап экранды бірнеше рет сырғытады. Әрі қарай номер 1 нысан кассирге барып дүкенге кіреді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 47 минут 39 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген Әскентай дүкеннің есігін ашып көшеге шығады. Номер 1 нысан кіребесте тұрған жігіттердің біріне жақындап, бөтелкені ашып, су ішеді, сонымен қатар бір нәрсені немесе біреуді көрсетіп, жест ишара жасайды. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 54 минут 17 секундта номер 1 нысан машинадан оң қолмен қимылдайды. Көлік келе жатыр, одан адамдар шығып, дүкенге кіреберіске қарай бет алады. Номер 1 нысанның жанынан өтіп бара жатып, оң қолын созып, номер 1 нысан оған ұқсас әрекетті орындайды. Белгілі бір уақыттан кейін номер 1 нысан дүкеннің алдында тұрған адамдарға барады, оларға жақындайды, олардың арасында тұрады, бетін қолымен сүртеді. Әрі қарай номер 1 нысан дүкенге кіреберісінде тұрған адамдардан тағы бір рет алыстап, ол келген көлікке қарай бет алады, жүргізушінің есігін ашып көліктің рөліне отырады. Ол көрінбейтін кейбір әрекеттерді жасайды, содан кейін көліктен шығып, көліктің төбесінде тұрған бөтелкені алып іше бастайды. Әрі қарай номер 1 нысан көліктің жанында тұрады, ішеді, оңға және солға бұрылып, екі жаққа қарайды. Кейін номер 1 нысан дүкеннің алдында тұрған адамдарға оң қолымен бетін сүртеді. Белгілі бір уақыттан кейін ол бірнеше қадамға кетіп, бөтелкені дүкеннің алдында тұрған артқы дөңгелектің жанына жерге қояды. Содан кейін ол қайтадан бұрылып дүкеннің алдында тұрған адамдарға жақындайды, бүйірлеріне қарайды. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 58 минут 05 секундта номер 1 нысан тіркеледі. Біраз уақыт ол адам қолын ұстап босатқаннан кейін. Бейнежазбаның таймер көрсеткіштері бойынша 00 сағат 58 минут 21 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген Әскентай оң қолын құшақтай бастаған басқа адамға созады. Номер 1 нысанда сол қолмен оның мойнынан құшақтайды. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 58 минут 37 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген Әскентай оң қолын шынтағымен камера объективіне түспейтін басқа адамның шынтағымен жанасады. Әрі қарай ол қолын оның жағына созады. Бұдан әрі номер 1 объект Әскентай монитор экранының төменгі сол жағына ығысады және бейнекамераның айналма аймағына түспейді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 59:00 секундта номер 1 объект ретінде бекітілген Әскентай қайтадан дүкенге кіреберіске қарай жылжиды, оның денесінің бір бөлігі сыртқы бақылау камерасымен бекітіледі. Содан кейін қайтадан ығысады және белгілі бір уақыт камера объективіне түспейді. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 59 минут 08 секундта номер 1 нысан ретінде тіркелген Әскентай бейнекамераның айналма аймағына қарай жылжиды, дүкенге қарайды, не болып жатқанын бақылайды. Бейнежазбаның таймер көрсеткіштері бойынша 00 сағат 59 минут 15 секундта номер 1 объектте тіркелген Әскентай оң қолымен басқа адамды шынтақ бөлігінен алады, өзіне бұрылып саусағымен бетке және адамдарға қарай бағыттай отырып қимылдай бастайды. Бейнежазба таймерінің көрсеткіштері бойынша 00 сағат 59 минут 32 секундта номер 1 объект ретінде тіркелген Әскентай қайтадан сол жаққа ығысады және сол зерттелетін бейнежазба аяқталғанға дейін номер 1 объект бейнекамераның айналма аймағына түспейді. Сонымен қатар кеңістіктің бекітілген бөлігінде белгілі бір уақыт аралығында белгілі бір кеңістіктегі басқа адамдар мен көлік құралдары түсіріледі. Көше 3 бейне деген жазу бар ұсынылған дискіде 103R241004 30 деген атаумен бір бейне файл бар. Оның жалпы ұзақтығы 29 минут 59 секундты құрайды. Онда суреттерді ойнатудың түрлісті режимде сюжет бекітіледі. Бұл бейне жазба қаулы мәселесінде көрсетілмегендіктен одан әрі зерттеуден алынып тасталды. iPhone 14 бейнесі деген жазу бар ұсынылған дискіде WhatsApp видео 2024-10-21 аты 070042 деп аталатын бір бейне файл бар. Оның жалпы ұзақтығы 00 минут 35 секундты құрайды. Онда сюжетті
MP4 форматындағы суреттерді ойнатудың түрлі режимінде бекітеді. WhatsApp видео 20-24-10-21-07-00-42 атауымен зерттелетін бейне жазбаның сюжетін бекітудің басында кадрларда көшенің жүріс бөлігі тәуліктің қараңғы уақытында жасанды жарықтандыру кезінде тіркеледі. Бейне ойнатқыштың таймер көрсеткіштері бойынша 00 минут 18 секундта камера объективі мен әскентай ұсынылған скриншоттарға сәйкес әскентай ретінде шартты түрде бөлінген, сондай-ақ номер 1 объект ретінде қаулыда бөлінген. Экранның ортаңғы бөлігінде номер 1 объект ретінде бекітіледі. Ол оң жаққа басқа адамдардың артына бағытталады және еңкейеді. Жерден қандай да бір нәрсені көтереді. Әрі қарай белсенді әрекеттерді жасайтын оң жақтағы басқа адамдарға жіберіледі. Бейне ойнатқыштың таймер көрсеткіштері бойынша 00 минут 22 секундта камера объективі номер 1 объект ретінде бекітілген белсенді әрекеттерді орындайды және оны бір жаққа тарта бастайтын адамдардың біріне жақындайды. Бейне ойнатқыштың таймер көрсеткіштері бойынша 00 минут 25 секундта камера объективі номер 1 объект ретінде бекітіледі, белсенді әрекеттерді орындайтын басқа адамға жақындайды және оны бір жаққа тарта бастайды. Осы кезде номер 1 нысанның сол қолына қандай да бір нәрсе көрінеді. Куртка жеңсіз. Дәл осы адам номер 1 объекттің бетіне 2 рет байланыс жасайды. Әрі қарай байланыс әсерінен номер 1 объект бір жаққа жылжиды, содан кейін ол бастапқыда сол жаққа жіберіледі. Бейне ойнатқыштың таймер көрсеткіштері бойынша 00-34 секундта камера объективі сол жаққа жылжиды және бұл бейне ойнатқыштың таймер көрсеткіштері бойынша 00 минут 35-те бұл зерттелетін бейне жазба аяқталды. Құрметті сот, енді бұл жерде назар аударатыңыз. Бұл жерде әскентайдың іс-әрекетіне қандай да бір жәбірленуші қарсы қимыл әрекетті байқамаймыз. Рахмет, отыра беріңіз.